Bilmiyorum, ешкімді ұстаған жоқпыз. Полиция қызметкерлері келіп таныстырды, құжаттарын көрсетті. Ол кісілер құжат көрсетпей, құжат көрсетуге қарсылық жасады. Құжат көрсетпеген жағдайда жақын басқармаға полиция қызметкерлері жеткізіп, дальше данныйын білуіміз керек. Кім ол екен? Ондай жағдай көрсетпеген, қазір ол кісілердің үстерінен әкімшілік іс қозғалады. Мен өзім барам. Жібер! Снимай! Подожди. Жібер қолын, жібер. Бар, қайдан амашынасыз? Қазақ берген. Жібер. Не знаю. Бармай. Құрып көзіне көрмей. Аяғым ауырады меніге. Құрып кет демей. Ана саған ана машина. Аяғым ауырады, операция Көтер. Жібер. Сал машина. Ұстап алып кетті ана жерден. Соны не үшін ұстап алып кеттіңіз десек, соған сіздер білесіздер деп бізге ұстап алып кетіп бара жатыр. Ат жөніңіз кім? Біз мына Ат жөніңіз кім? Потому что за нами идут еще участники вечного полка. Еще 12 колонн. Проходим быстрее. Просим вас поторопиться с возложением цветов, фотографированием. Кішкентай балаларға ие болыңыздар. Өйткені мәңгілік полдың құрамы әлі біткен жоқ. Әлі өте көп. День Победы көрейін деп келді. Мыналар өздері выводить етіп жатыр. Келіп қолды қайырып өздері. Бір причина болса бір сәрі. Міне мына жерде мен уже полный информация бар, мен алдынан күтіп алып отыр. Мен мысалы құқық бұзған жоқпын, мен ештеңе де мен ұрыс шығарған жоқпын, мен ішіммен төбелескен жоқпын, айғайласқан жоқпын. Просто гуляю. Мен өз елімде не жүре алмаймын ба, мен көшеде? Елдер жүрмін мыңдаған адам, мен не үшін жүрмеуім керек? Жүрем? Жоқ, білмеймін, ешкімді ұстаған жоқпыз. Ешкім ұстаған жоқ бізге. Мәңгілік полдың соңғы Я не знаю, где зонтик. келіп жетті. Где мальчиков? Сонау қазақ елі маңында Не, ну девушка, вы извините, но я если не вижу, вы. 20 мыңнан астам адамға жуық бүгін Ну я не знаю, никто никому не мешает.